Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бизнес арна эфирінде эксклюзивті сұхбат. Өздеріңізбен бірге мен Ернар Тайжан және біздің бүгінгі қонағымыз Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек. Саясат мырза, қайырлы күн. Қайырлы күн, рахмет. Осылай уақыт тауып сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Енді жаңа жыл мерекесімен де өзіңізді құттықтаймыз. Бүгін өзіңізбен жылдың қорытындысында, жылдың соңына қарай қауышып отырмыз. Өзіңізге де бұл жыл ерекше болды десек артық етпейтін шығармыз. Депутат та болдыңыз, пісіміл адам бастап, министрсіз қазіргі кезде. Енді арада 5-6 ай уақыт өтті. Өзіңіздің осы министрліктегі қызметіңізді қалай бағалайтын едіңіз? Мысалы, енді мәжіліс депутаты Айдостарым жалпы үкіметтің жұмысын 3-ке бағалаған еді. Өзіңіз естіген шығарсыз. Енді үкімет мүшесі ретінде өзіңіз қандай баға беретін едіңіз? Енді жыл оңай болған жоқ, шын мәнінде. Мен де өзіңіз айтқандай 3 рет ауыстырдым. Жеке секторда болдым жылдың басында, одан кейін ақпаннан бастап мәжілісте, одан кейін мінекейіңіз маусым айынан бастап жаңадан бөлінген, құрылған ғылым және жоғары білім министрі болды. Біздің министрлігіміз 5-6 айға кіріп жатыр өмірі. Жыл оңай болған жоқ. Шын мәнінде де қазір экономикамыздың алдында, үкіметтің алдында өте қиын сұрақтар тұр. Неліктен қиын? Неге десеңіз, жүйелі реформа жүргізу үшін уақыт керек. 30 жылда жинақталған дағдарыстар көп, әр салада. Инфрақұрылым жағынан, яғни уақытында қабылданмаған қиын жүйелі шешімдер көрдіңіз бе, ығыстырыла берген, жарайды сосын қаражаттарымыз, көріп жатырмыз. Қаражат жоқ, анау жоқ, мынау жоқ. Енді өкінішке орай осы 80-ші, 70-ші жылдардан өткен ғасырдың шешілмеген сұрақтар жиналып қалды. Ол шешімдерді қазір қабылдасаңыз, кемінде 5-6 жыл көп ақша керек, көп реформа шешімдер керек. Ал халық, қоғам өкінішке орай тез шешімдерді күтуге де уақыт жоқ. Ой, біз 30 жыл күттік, енді қазір кәнекейін бірден шешімдер жиналып қалған проблемаларды. Сондықтан үкіметтің қазіргі жағдайы да алдында тұрған проблемалар да оңай емес. Мен басында осы министрліктің өздеріңізге мәлім бөлінуі қызы талқыланды. Сарапшылар қауымдастығы, көптеген осы салада жүрген біздің ағаларымыз айтқан бөліну керек. Шын мәнінде білім және ғылым министрлігі өте үлкен. Бүкіл баланың туылғаннан бастап, соны өлгеніне дейін былай қарасаңыз министрлік жауапты. Балабақшасы бар, орта білім бар, кәсіптік білім бар, жоғарғы дейін ғылым, тіл саясаты. Бір министрдің енді құзыретінде бүкіл осы сұрақтар шешілсе де дұрыс уақыты да жетпейді, ресурсы да жетпейді. Мен басында ол пікір таласқа қатты қатысқан да жоқпын. Енді бұлай өзім керек па, керек жоқ па деп нақты өзім пікірім де болған жоқ. Бірақ қазір мінекей осы 5-6 айда көзім жетті, шын мәнінде де керек. Неге десеңіз, әсіресе ғылым саласында жиналып қалған сұрақтар өте көп. Шын мәнінде де бірлескен министрліктің күші де, уақыты да, былай қарасаң, зейінділігі де жетпеген осы сұрақтарға. Мен қазір бүкіл жоғары оқу орындар, ғылыми зерттеу институттарының өзім жүрмін, өз-көзімен жүріп, бүкіл подвал, ойбай, бұрын адам кірмеген, министрлік білмеген, түкпір бұрыштарға өзім қазір жүрмін, өңірлерді аралап. Сондықтан министрліктің шын мәнінде де бөлінгені өте маңызды бір шешім болды. Жаңа баға туралы мәселені тағы да қозғағым келіп отыр. Неліктен мен сұрадым? Мемлекет басшысының сыны бар үкіметке, қазіргі құрамға. Енді Әлихан Смайыловқа айтқан орынды пікірі де бар. Бұл құраммен біз жаңа жылға қадам баса аламыз ба деген. Жалпы келесі 2023 жылы өзіңізді дәл осы креслода көресіз бе? Көремін, ішкі сенімім бар. Неге десеңіз, міне осы 5-6 айдың ішінде біз министрлікті құрдық, аяққа тұрдық. 10 айда болған жоқ негізінде. Неге десеңіз, министрлікті жасау, жаңа министрлікті құру 3 тәсілі бар. Бірінші жаңадан құру, ең оңай сол. Жаңадан өзіңіз адамдарды қабылдайсыз. Екіншісі бөлініп шығу, ол да оңайырақ.
екіншісі бөліп жаңадан құру, сол екі бөліктен. Оңай болған жоқ. Шын мәнінде де бірінші 3-4 айда қатты қиналдық, бюджетіміз болмай, штат кестеміз бекітілмей, мына бөліну өзінің бюрократиялық процестері бар, бірақ тәжірибелі адамдар, ағаларымыз айтты, зато саясат өкінбе, сен енді боевой министр боласың, яғни әскерден өткен министр секілді, майданда жүрген офицерлер екі бөлінеді ғой, біреу штабта отырған дайын несі бар, бюрократиясы бекітілген, екіншісі окопта жүрген сондай офицер боласың дегендей. Сондықтан мен өкінбеймін, өте жақсы, өзіме де мектеп болды, өзіме де сондай үлкен не болды, қиналдық, бірақ мына 5-6 айдың ішінде аппаратымызды бекітіп, бюджетімізді бекітіп, келесі жылға, мысалы осы атыс шабыстың ішінде біз келесі жылға, келесі 3 жылдыққа, мысалы ғылымға деген бюджетті 2,5 есе көбейттік. Биылғы бюджет 69 миллиард қана ғылымға бөлінген. Ал келесі жылда 169 миллиард, келесі 24-25-ке 240-244 миллиардтың шамасында. Сондықтан бұл ғалымдарымызға өте үлкен сондай сүйінші, былай қарасаңыз тағы да екінші эксклюзив сізге. Келесі жылдан бастап 1,5 есе, 2 есе, ал 24-24-те 2,5 есе, былай қарасаңыз ғылымға бөлінген бюджетті көбейттік біз. Бұл да осы 3-4 айдың ішіндегі үкіметтің қолдауы, біріншіден президентіміздің қолдауы, өзіміздің мінекейіңіз бюрократиялық, ақпараттық ақырындап бұлшықеттерімізді біз өсіріп жатырмыз. Яғни жаңа министрлік аяққа тұрды, жоспарлары айқын, президенттің, үкіметтің қолдауы бар. Сондықтан келесі жылда біз биыл көп жоспарларды жариялап та тастадық. Құрылып, бірақ осы мына өзгерістер болады, ол өзгерістер туралы қазір қысқаша ғана әңгімемен негізгі бағыттарын айтып кетемін. Сондықтан келесі жылда президенттің қолдауымен, үкіметтің қолдауымен және мына бұқараның, қоғамның алла жазса қолдауымен біз Құдай қаласа сол жоспарларды жүзеге асыруға дайынбыз. Амбицияға толы жақсы, сондай жеңісті пікірлерді айттыңыз, жеңістеріңізді атап өттіңіз. Енді тақырыпты тікелей осы ғылым мен білім саласына ойыстырайық. Жақында ғана енді өзіңізді естіген шығарсыз, өзіңіз әріптесіңіз Тамара Дүйсенова, әлеуметтік қорғау және еңбек министрі. Диплом бұл біліктіліктің көрсеткіші емес деген сыңайда пікір танытты. Енді әлеуметтік желілер бұл кең таралып кетті, диплом керек емес, халық шуға айналдырып жіберді бұл мәселе төңірегінде. Сізбен бұған министр болғанға дейін де сұхбат жүргізгенбіз. Сіз сол кезде министрлікті біраз сынаған едіңіз. Әсіресе осы сыңайда да пікір таныттыңыз. Диплом бұл жаңада біліктілікке қатысты емес, есімде еңбек атылысы деген тақырыпты жиі көтердіңіз. Қазір оның жағдайы не болып жатыр, және министрдің пікіріне қатысты өз ойыңыз қандай? Бұл мәселені мен шын мәнінде де өзімді сынға алғам, тартқам сынға. Есіңізде болса, 2019 жылы бірінші ұлттық кеңес құрылғанда ең бірінші маған сөз берді. Сонда президенттің алдында, бұл кезде мен сарапшымын, жеке секторда жүрген адаммын. Еңбек нарығы өз бетімен, жоғары білім, әсіресе кәсіптік білім саласы өз бетімен деген мәселені көтердім. Ұштастырылмаған. Шын мәнінде де мынандай бір үлкен мәселе бар. Ол мәселені қазір біз қолға алдық. Біріншісі кәсіптік бағдарлау, бағыт беру мәселесі. Яғни мектептің түлектері, әсіресе жоғары сыныптың түлектері еңбек нарығында не болып жатқанын түсінбейді, білмейді. Ата-аналарымызда, талапкерлерімізде ақпарат жоқ. Еңбек нарығындағы тапшылық қандай мамандықтар керек болады, қандай мамандықтар өлік қалады, қандай мамандықтар енді шығып жатқан, пайда болып жатқан. Сондықтан жаңа мамандықтар атылысы деген жобаны қолға алғанбыз. 2019 жылы президентіміз өзі сайлауалды платформасының ең бірінші сөз берген уәдесі сол болды. 20 жылы атылыс құрылды, 21 жылы өңірлік атылыстар жасауға басталды Павлодар өңірінде. Осы жылы бұл бағдарлама, жаңа мамандықтар атылысы үлкен мемлекеттік бағдарламаға айналды. Аты мамандығым, болашағым. Енді әр өңірде өздерінің өңірлік атылыстар жасалатын болды. Биыл Маңғыстау облысында басталды зерттеу, Атырау облысында басталды, Ақтөбе облысында. Астана қаласында келесі жылда 23 жылы бүкіл өңірлерде осы жұмыс аяқталады. Әр өңірдің өздерінің атылыстары болады. Сол атылыстың негізінде мектептерді кәсіптік бағыттар беру, бағдарламалары, оның бәрі жасалуда. 1-2 жылдың ішінде бәрі бітеді алла жазса. Біз жаңа кәсіптік бағдар беру моделіне көшеміз. Әр ата-ана, әр талапкер, әр мектеп нақты өз өңірінде және ұлттық деңгейде қандай мамандықтар керек болатының ақпараты беріледі.
Екінші мәселе осы көтеріп жатқан, қараңызшы, бізде қазіргі таңда еңбек нарығына қол жетімділік тек қана дипломның арқасында. Яғни біз дипломды береміз, еңбек нарыға біздің түлегіміз шығады. Шын мәнінде де сол диплом, сол баланың, түлектің біліктіліктің дәлелі ме, дәлел емес пе? Нақты дағдылары қалыптасты ма бұл балада, қалыптасқан жоқ па? Өкінішке орай, оны бізде кепіл бере алмаймыз, өкінішке орай. Жұмыс беруші де былай күмәнмен қарайды. Мына баланың қызыл дипломы бар, бірақ келгенде істің жүзінде не жаза алмайды, не сөйлей алмайды, не аналитика жүргізе алмайды. Былай қарасаңыз, неліктен бұл құжат оның нақты 100%-ық кепілі болған жоқ деген. Шетелдік тәжірибеге қарайтын болсаңыздар, ақш-та, Европа дамыған елдерде дипломмен қатар біліктілікті адам, түлек дәлелдеу керек. Ол үшін арнайы кәсіптік емтихандар ұйымдастырылады. Бәріміз оларды білеміз, CFA, CPA, ACCA, мысалы қаржыгерлер қаржы саласында, басқа да сондай мықты кәсіптік, яғни дипломмен қатар енді түлек сол емтиханды кіріп сертификациядан өту керек. Сондықтан қазіргі таңда өте маңызды заң қабылдануда. Қазір мәжілісте жатыр ол заң, кәсіптік біліктілік туралы заң, профессиональный квалификация туралы. Сол заңның аясында біз еңбек министрлігімен, біздің министрлік өте тығыз байланысты болып, бірге жасап жатырмыз сол заңды. Енді кейбір мамандықтарға, бүкіл мамандықтарға емес, сол біліктілікті сертификациядан өткізіп, кепілдік беретін арнайы орталықта құрылатын болады. Сондықтан енді біздің бақ өкілдері өкінішке орай толығыменен дұрыс түсіне алмай, ойбай, енді дипломдар керек жоқ деп сондай бір неге шықты. Жоқ, дипломдар керек. Ол бірінші саты, бірақ оның үстіне кейбір мамандықтар бойынша пилоттық режимде келесі жылдан бастап заң қабылданса, екінші саты пайда болады. Ол енді сен мықты болсан, біліміңді алсын, енді сол кәсіби біліктілігінде дәлелдейтін бір емтихандарын өткізесің. Диплом керек, онысын диплом керек әрине. Диплом керек, сертификат бұл қосымша, алдағы уақытта оны көре жатырмыз. Бірақ енді Тамара Дүйсенованың пікірімен келісіп отырмыз ғой? Әрине, бұл бірге, еңбек министрлігімен бірге жасаған реформамыз. Мемлекет басшысы еңбек нарығына қарай сұранысқа ие мамандықтарға көбірек грант бөлуді тапсырған болатын. Биыл бөлуімше 128 мың рекордтық көрсеткіш грант. Бұл кәсіптік білім үшін колледждерға, ал жоғары білімге 88 мың. Бұл рекордтық, бұл уақыт тарихымызда болмаған нәрсе. Бұл жаңағы мәселеге алып келмей ме? Тағы да біз көп диплом береміз, жаңада тағы да жұмыссыздардың саны көбейтеміз. Неліктен? Бұл жерде бір логикасы бар өзінің. Қазіргі таңда еңбек нарығының ең үлкен тапшылығы ол біліктілік мамандар. Қызыл дипломдық жоғары білім бітірген балалар емес, колледждің түлектері олай қарасаңыз. Қолмен қарға жұмыс дегенде. Қолмен жұмыс істейтін білікті мамандар. Сондықтан колледжден кейін кәсіптік білімді 127 мың грантпен беріп, былай қарасаңыз тегін балаларымыз сол жаққа көбірек барсын. Бірақ гранттардың саның өсуі де онда бір екінші логикасы бол, демография. Ереке бізде соңғы 3 жылда рекордтық балалардың туылуы, биыл 500 мыңға жоқ бала туады, Алла жазса, осы жылдың қорытындысы бойынша. Былтыр 456 мың бала туды, алдыңғы жыл 420,5 мың бала туды. Соңғы рет ондай рекордтық бала туы 1987 жылы 417 бала дүниеге келген тұғын. Бұл КСР кезінде, Совет кезінде 20 ғасырдың абсолюттік рекорды болған тұғын. 21 ғасырда қатарынан 3 жыл бізде рекордтық баланың туылуы қуантатын нәрсе, бірақ бұл білім жүйесіне, ең бірінші білім жүйесіне үлкен ауыртпашылық. Қазірдің өзінде қарасаңыздар, мына неліктен балабақша мәселесі қатты шуға айналып көтеріліп бара жатыр. Неге десеңіз, бірінші осы толқын, 1,5 миллион балалық толқын балабақшаларды келді. 2-3 жылда орта мектепке ауыртпашылық, 8-10 жылда бізге келеді. Қазірдің өзінде Қазақстанда 620 мыңға жуық студенттеріміз бар. 2030 жылы 7 жылдың ішінде 1 миллионға жуық студенттеріміз болады. Сондықтан ақырындап осы қол жетімділікті жоғалтпау үшін біз ақырындап гранттарды дұрыс санымен беріп тұруымыз керек. Яғни біз бұрын берген гранттардың саны белгілі талапкерлердің пайызына көмектеседі.
енді талапкерлердің саны жылдан жылы өсіп келе жататын болады. Бұл толқын, демографиялық толқын сәл түседі, 25-29-8-ге сәл түседі. Неге десеңіз, 2005 жылға дейін бізде қыз балалар аз туған тұғын. Бірақ 2004-2005-те көп балалар туды. Олар қазір еңбек нарығына шығып, семья құрып, бала туатын болады. 2029-30-дан бастап күрт өседі демография. Бұл тек қана Қазақстанда емес, жалпы Орта Азияда байқалатын сондай үрдіс. Өзбекстанда 36 миллион қазір, Қырғызстан, Тәжікстанда қатты өсіп келе жатыр. Біріккен ұлттар ұйымының болжамы бойынша 2030 жылы 7 жылдың ішінде Орта Азияның халықтың саны 82 миллионнан асып кетеді. Сондықтан осы үлкен демографиялық толқынды біз қазір дайындалып жатырмыз. Енді бұл жақсы орынды сұрақ көтердіңіз. Енді бұның бәрі келесі мәселелерді көтеріп отыр ғой, өзіңіз грант мәселесі, еңбек нарығындағы жағдай, жұмыссыздық. Соның ішінде мен жатақхана мәселесінде көтергім келіп отыр. Өйткені көршілеріміздегі шиеленістің салдарынан үйсіз қалған студенттер көп, жалға алу қымбаттаған. Бұл тұста министр не айтады екен деп күтіп отқандар көп болды негізі. Неге сол кезде? Міне, жатақхана мәселесі дәл осы демографиялық үрдістің бірде-бір көрінісі. Қарасаңыздар, биыл күзде мәселе көтерілді, және тишталған жоқ. Әлі көтеріліп жатыр. Ол жыл сайын болатын нәрсе. Бірақ 1-2 апта сосын тишталады. Балалар шығады, орналасады, бұлай кетіп қалады. Кім пәтер жалдайды, кім туыстарына барады, тишталады. Қыркүйектің 1-2 аптасында шу шығады, бірақ биыл тишталған жоқ. Неліктен? Неге десеңіз, жатақхана төсек орындарының жетіспеушілігі биыл критикалық бір деңгейге жетті. 87 мың төсек орын жетіспейді қазір Қазақстанда. Негізгі үлкен сұраныс ол үлкен қалаларда Алматы, Астана, Шымкент, Ақтөбе. Ең үлкен жетіспеушілік Алматыда әрине. Неліктен? Неге десеңіз, көп. Біріншіден демография, балалар көп болды. 620 мыңнан астам студент бар қазір. Екіншіден академиялық инфрақұрылым жетіспеушілігі. Өкінішке орай, соңғы рет үлкен академ қалашықтарды, кампустарды біз 70-ші жылдар салыппыз ерекке. Міне, Әл-Фараби атындағы қалашығы бар, 74-75-те салынды. Қарағанды мемлекеттік университетінің 70 гектарлық астам үлкен бір несі бар, 64-65. Бұлай қарасаңыз, одан кейін соңғы 55-60 жылда академиялық инфрақұрылымға біз инвестиция салмаппыз. Енді соның өкінішке орай мінекей салдарын енді көріп отырмыз. Ал басқа бір мәселе, біздің үлкен мемлекеттік университеттеріміз қаланың орталарында орналасқан, 60-шы жылдар салған, бәрі 60-70-ші жылдар салған. Павлодар, Торайғыров университеті, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан, Ақтөбе, өңірлік университеттер, Шымкент. Қалалар өсіп кетті, урбанизацияға ұшырап, қазір университеттердің дамуына кеңістік жоқ. Не жасап жатырмыз біз? Мен осыны бірден қолға алдым. Негізгі мәселе осы болды бізде. Біріншіден, біз қазір университеттерге хостелдармен тікелей келісімшартқа қол қоюға мүмкіндік бердік. Екіншіден, мына қазіргі жатақханалардың бос орындарын, бір қызметтік бөлмелерін төсек орындарға айналдыруға рұқсат бердік. Үшіншіден, біздің қаржы орталығымызбен бірігіп, мердігерлер, құрылыс компаниялар негізінде келіп жоғары оқу орындарына салып беруге дайын жатақханаларда. Бірақ біздің қаржы орталығының шарттары, қаржылай шарттары қатты не емес. Неге десеңіз, құрылыстың құны өсіп кетті, құрылыс материалдардың құны өсіп кетті. Осыны бірден біз мына соңғы 3 айда шештік. Үкіметтің қаулысы шықты. 87 мыңнан 5 айдың ішінде біз 75 мыңға дейін түсірдік. 12,5 мың төсек орынды қазір шештік. Бірақ бұл жүйелі шешім, біз келесі 2-3 жылдың ішінде түбегейлі шешуге дайынбыз осы мәселені. 75 мың жаңағыдай 87 мыңнан 75 мыңға дейін түсірдік біз. Осы соңғы 3-4 айдың ішінде ғана. Бірақ негізгі бұл жерде шешім, әрине бұл жеке секторсыз бұл мәселені шеше алмаймыз. Жеке секторды тартып, жоғары оқу орындарымен бірлестіріп, оларға қазір қаржылай жақсы жеңілдіктер береміз. Ол керекті шешімдер қабылданды. Келесі жылдан бастап біз көп жоғары оқу орындарымен бірігіп жаңа жатақханалар саламыз. Жеке сектормен бірігіп. Тағы да бір үлкен жүйелі шешім, ол Алматы қаласына арналған. Өздеріңізге мәлім, мемлекет басшымыз Алматы облысының сапарында Қонаев қаласында
арнайы академ қалашық салынсын. Бұл Алматы облысының әкімдігімен біз өте тығыз байланыстамыз. 87 гектарлық арнайы қазір индустриалды аймақ бөлінді. Жер тиісті шешімдерді қазір қабылдап жатырмыз. Келесі жылдан бастап біз Алматы жоғары оқу орындарымен тығыз жұмыс істейміз. Екі шешім болады. Не біз инвесторлармен бірігіп жатақхана саламыз, алматылық университеттер үшін, немесе алматылық университеттер өздері шешім қабылдаса, Алматыдан сол академиялық қалашыққа көшіп кетсін. Жақсы, енді бұл ретте менің ойымша ректорлардың да белсенділігі қажет сияқты, жалғыз министр бір адамға сеніп үйреніп қалған сияқтымыз біздің қазіргі қоғамда. Енді ректорлар демекші қазіргі таңда енді жаңа Қазақстан дейміз, ректорлардың жұмысында бір өзгеріс керек деп ойламайсыз ба? Жалпы президенттің өзін жаңағы мерзімі шектеп отыр, президенттік мерзім бір реттік 7 жылға деп. Қазіргі біз байқасақ, кейбір ректорлардың жаңағыдай лауазымда ұзақ отырғанын байқаймыз, салдарында байқап отырмыз, шыны керек сөздің ашығы. Атын айтамайық, түбін түптемейік, дегенмен де жаңағыдай әлеуметтік желілерден оқығанымыз бар. Бұл тұрғыда ойыңыз қандай? Ректорларға бәлкім бір сайлау керек шығар, болмаса ректорлардың жұмысын қалай реформалаймыз? Өте өзекті сіздің көтерген мәселеңіз. Неге десеңіз, шын мәнінде де министр аппараты кішкентай-ақ. Біздің қазіргі таңда аппаратымыз 180 адам. Сол бүкіл 180 адам осы үлкен салаға жауапты. 119 жоғары оқу орнымыз бар Қазақстанда. Қазіргі таңда оның 103-і азаматтық, яғни әскери бөлек, олар ведомстволық өздерінің қорғаныс министрлігіне, ұлттық қауіпсіздік комитетіне, төтенше жағдайлар министрлігіне қарайтын, оларға біз қатты кіріспейміз, тек қана академиялық тұрғыдан реттейміз жұмыстарын. Ал тікелей біздің жұмыс істеп жатқан сол 103 университеттер, жоғары оқу орындар, ол ең қызығы Қазақстанда жағдай өзгерді. 85% жоғары оқу орындарының қазіргі таңда жекеменшік жоғары оқу орындар. Және 60% студенттеріміз жекеменшік жоғары оқу орындарында оқып жатыр. Яғни саясат ақырында өзгеріп жатыр, көрдіңіз бе? Бізде қазір мемлекеттік жоғары оқу орындар аз болғанда азайып келе жатыр, жекеменшік университеттер көбейіп келе жатыр. Біз бөлмейміз, ректорларға не жасап жатырмыз? Негізгі күш, негізгі шешім қабылдайды, негізгі белсенділік, негізгі білім сапасын көтеретін ол ректорлар. Неге десеңіз, ректордың энергиясына қатысты, оның видениесіне қатысты, оның жауапкершілігіне, тазалығына қатысты сол жоғары оқу орны жұмыс істей алады. Бұл жұмыс басталды осыдан 2 жыл бұрын. Асхат Қанатұлы өте мықты жас толқынды Ақтөбеге бастады. Шетелде оққан, Назарбаев университет, болашақтың түлектері, PhD, сол шетелде мықты білім беру саласында басқару, менеджмент, лидершип, көшбасшылық бағдарламаны бітірген азаматтарды әкелуге бастады. Біз сол жұмысты жалғастырамыз, бірақ жүйелі түрде. Біріншіден, енді мына ректорлар тағайындайтын комиссия бұрын үкімет деңгейінде, енді министрліктің деңгейіне түсті. Сол комиссияның жұмысын біз түбегейлі өзгертіп жатырмыз. Бірінші шешім. Енді ректорлыққа келетін талапкерлер міндетті түрде ректорлық, проректорлық, кадрлық резервтен өту керек. Арнайы оқу керек. Біз қазір Назарбаев университеті, Евразия ұлттық университеті, Казгу, Сәтбаев, ең мықты университеттер бірігіп, арнайы бағдарлама жасап шықтық. Ректор не білу керек? Ректор қандай болу керек? Ректор кадрлық саясат, қаржы, ұйымдастыру жұмысы, стратегиялық жоспарлау, академиялық саясат, халықаралық қатынастарда басқару өзінің құзыреттілігі, өзінің дағдылары қалыптасу керек. Бізде өкінішке орай қазір қарағанда ректорлыққа кейде біздің салада жұмыс істемеген елшілер секілді тыс, әйтеуір бір үлкен ағамызды бір жерге жіберу үшін ректор бола салыңыз дегендей. Ректорлық ең маңызды, былай қарасаңыз, жұмыстардың біреу, қызметтердің біреу. Екіншіден, біз қазір ақырындап, сіз өзіңіз айтқандай, неліктен ректорлар тағайындалады? Неліктен ғылыми кеңестің, сол жоғары оқу орнының, олардың оқытушылардың, профессорлардың, шыны керек, студенттердің де бір дауысы болу керек, пікір болу керек. Студенттер сайлау. Бізді басқаратын адам кім болады? Бізде мысалы көп жағдайларда неге қиын жағдай болып қалады? Жоғары оқу орнында сырттан бір адамды жібереді. Сол өнерден де жұмыс істемеген, басқа сол салаға да қатысы жоқ, былай қарасаңыз кейде. Оны ұжым қабылдамайды, конфликт басталады, жұмыс сосын быт-шыт болып шығады. Сондықтан біз келесі жылы Алла жазса бір сондай бір экспериментке барғымыз келеді. Бірінші сатыда
комиссияға қазір кім ұсынады талапкерлерді? Сол университеттің директорлар кеңесі. Енді біз соны кеңейткіміз келеді. Комиссияға талапкерлерді кім ұсынсын? Ғылыми кеңес ұсынсын, жоғары оқу орнының ұжымы және керек болса да студенттер ұсынсын. Мысалы, ректорларды студенттер сайлайды деп айта аламыз ба? Мысалы, сайлайды дегенде айтыр дауыстары болады, пікірлері есептеледі. Мінекей біз дауыс береміз, осы кісі қатысады. Талапкер ретінде барсын комиссия. Сосын комиссия шешеді. Толық енді демократия емес, бірақ жартылай демократия деп айтуға болады. Осы пилот ретінде келесі жылдан бастаймыз осыны. Неліктен? Мысалы, ақш-та қызық бір тәжірибе, жоғары оқу орындарының директорлар кеңесінде бір 20-30% жоғары оқу орындарында студенттердің өкілдері бар. Яғни студенттер өз университетіміздің басқаруға да дауыстары бар, ойлары бар, пікірлері бар, және дауыс беру, шешу күші бар. Неге десеңіз, бізде көп жағдайларда студенттерімізді не клиент ретінде көрмейміз, тұтынушы ретінде, не біздің жұмысымыздың субъекті ретінде де көрмейміз. Олар солай тұр жүр. Керісінше негізгі біздің объектімізді, субъектімізді кім? Ол біздің студенттеріміз. Сондықтан ректорларға қатысты қазір өте сондай қызық жүйелі шешімдер дайындап жатырмыз біз. Ректордың басқару мерзімін шектейміз бе? Әрине, 3 жылмен. 3 жыл? 3 жыл. Әр ректор? Әр ректор 3 жылмен шектейміз. Ол 3 жылдың нәтижесінде керемет бір нәтиже көрсетсе, және де енді комиссия ректорлармен алдын ала келісім шартқа қол қояды. Ол жай типтік келісім шарт емес. Сіздің 3 жылдық міндеттемелеріңіз қандай? Қандай міндеттемелерді өз мойныңызға аласыз? Мен 3 жылдың ішінде мына университетті QS рейтингінде 178 орыннан 150 орынға шығарам. KPI. Сол KPI-ларды 3 жылда орындаса, онда тағы да бір мерзім бере аламыз. Орындамаса, өкінішке орай басқа бір адамды іздеуіміз керек. 2 мемлекеттік университеттер туралы 2 мерзіммен шектеуге, скорее всего, шешім қабылдаймыз. Әлі толықменен ол ресімделген жоқ, зерттеп жатырмыз. Ол бүкіл жерлерде президенттерде 2 мерзіммен шектеулі, көп елдерде, ректорларда көп нелермен шектеулі. Сондықтан өмірбақи, өмірдің соңына дейін отырып қалатын ректорлар моделінен біз Жақсы, осы түшімді пікіріңізбен сұхбатымызды қорытындылаймыз. Уақыт тауып сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Жаңа аталған реформаларды жүзеге асыруда өзіңізге де берекелі жұмыс тілейміз. Қадірменді көрермендер, естеріңізге салайық, бүгінгі эксклюзивті сұхбатта бізбен бірге қонақта болған Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек мырза болатын. Ал біз сіздермен әзір келесі эфирге дейін қоштасамыз. Амандықта қайта жүздескенше.